Осы мекемеде 1992 жылдан бері жұмыс жасаймын. Мен осы мекемеге келгелі қан орталығында операционный медсестра болып жұмыс жасадым. 2000 жылдан бастап плазмафорез отделениесі ашылып, плазмафорезде жұмыс жасап келдім. Дәл қазір стаж медсестра болып жұмыс жасаймын. Жалпы донорменен жұмыс жасау ол өте күрделі әрі де қызық. Донор деген осы заманның ол қаһармандары, себебі қан тапсыруменен, плазма тапсырумен, тромботит тапсыруменен ауру адамдарға жәрдемдеседі. Әрине, әрбір донор қазіргі заманның қаһарманы деп айтып мақтануға болады. Олар мақтануға да тұрады. Себеп десе, әрине ол адам болғасын әркімде әрқалай жағдайда, әрқилы күйде келіп тұрады. Біреулердің тумаластығы ауырып, қиналып тұрады. Сондықтан әрбір адамға өзіндік көзқараспенен, түсініспенен қарау керек донорға. Донордың енді тапсырған кезде, оның енді біздердегі ең күрделісі донордың венасы. Соған аппарат істеп тұрған кезде, аппаратқа ыңғайлы венаны түсіріп білу, және сол донорға сол тапсырып тұрған кезде жағдай жасау. Әрине, бұрынғыға қарағанда біздер жұмысымыз қазіргі заманауи аппараттарды алып жатырмыз. Бұрындар бізде болмаған плазманы инактивация жасау. Қазір ірі көлемде вирусты өлтіретін бізде де екі түрлі бельгийский, американский аппараттар бар. Мирасол деген, интерсепт деген. Сосын қазір трима деген аппарат алдық жақында. Оның алдында МСС деген келді. Енді 2000 жыл, 90 жылдарға қарағанда заманауи аппараттардың бәрін алып жұмыс жасауына жағдай жасап жатыр мекеме. Осы күнге дейін 19 жыл ауыстым, соған дейін дәл осы менде істедім аппаратпенен. Плазма аламыз. Бізде енді дискретный метод деген бар, аппаратный метод деген бар плазмафорезді. Біз ертеректе аппараттар болмаған кезде 2002 жылға дейін дискретный методпен жұмыс жасадық. Ол кезде гемоконға аласың, оны центрифугадан өткізесің, одан кейін барып плазмасын алып тастап, массасын кері донордың өзіне құятынбыз. Қазір аппаратный плазмафорез, американский аппараттар, ПСС, МСС, трима деген аппараттармен жұмыс жасаймыз. Олар әрине біріншіден ыңғайлы донор үшін уақытын аз алады, екіншіден әрине медперсоналдарға да жақсы, қасында тұрып тек бақылап тұрасың. Бұрынғыдай емес, дискретный методта бәрі ручной болған, қазір аппаратный метод болғасын бәрі заманауи аппараттардың бәрі бізде бар. Сонымен қазір жұмыс жасаймыз.